Венесуэладан кейін ақш енді Гренландияға қызығып отыр. Күшпен аламыз немесе сатып аламыз дейді. Бұл неге НАТОға қауіпті екенін айтайық. Кейінгі күндері әлемдік саясатта бір тосын тақырып қайта көтерілді. ақш президенті Трамп Гренландияны ақш құрамына қосу ұсынып отыр. Тіпті қажет болса күш қолдану мүмкіндігін де жоққа шығармайды. Осыдан кейін Еуропада үлкен резонанс туды. Ең алдымен Гренландия деген қандай жер? Бұл Арктикада орналасқан, жер аумағы өте үлкен, бірақ халқының саны небәрі 57 мың адам тұратын арал. Қазір ол Данияға қарайды, бірақ 1979 жылдан бері кең автономиясы бар. Яғни ішкі істерін өзі шешеді, ал қорғаныс пен сыртқы саясатты Дания жүргізеді. ақш неге дәл қазір Гренландияға қызығып отыр десек, оның негізгі деген үш себебі бар. Біріншісі әскери және қауіпсіздік мәселесі. Гренландия Еуропа мен Солтүстік Американың дәл ортасында орналасқан. ақш үшін бұл арал Арктиканы бақылау, зымыранға қарсы қорғаныс жүйесін орналастыру және ең бастысы Ресей мен Қытайдың Арктикадағы ықпалын тежеу үшін өте маңызды. Трамптың өзі де Гренландия бізге ұлттық қауіпсіздік тұрғысынан қажет деп ашық айтқан. Одан кейін пайдалы қазбалар да маңызды. Себебі Гренландияда сирек кездесетін металдар, литий, кобальт сияқты жоғары технологияға қажет ресурстар бар. ақш бұл арқылы Қытайдан тәуелсіздігін азайтқысы келеді. Себебі бұл металдардың көп бөлігін Қытай экспорттайды. Үшінші себепке келсек, қазір мұздықтар еріп жатыр, жаңа теңіз жолдары ашылады, жаңа байлықтар қолжетімді бола бастайды. Ал бұл ресурс үшін күрестің нақ өзі. Ал Гренландия халқы не дейді? Міне ең маңызды жері де осы. Гренландиялықтар Даниядан толық тәуелсіз болғысы келеді. Бірақ ақшқа қосылуға да үзілді-кесілді қарсы. Өз болашағын өздері шешкісі келеді. Мысалы, елдің премьер-министрі Йенс Фредерик Нильсен Гренландияның мәртебесі халықаралық құқыққа негізделген, ақшпен тек өзара құрметке негізделген диалог болуы керек дейді. Трамптың мәлімдемесінен кейін Еуропа бірден бірігіп кетті. Ұлыбритания, Франция, Германия, Италия, Польша, Испания және Дания бірлескен мәлімдеме жасады. Онда олар Гренландия оның халқының жері. Бұл туралы тек Гренландия мен Дания ғана шешім қабылдай алады дейді. Польша премьер-министрі Дональд Туск тіпті егер НАТО мүшелері бір-біріне күш қолданамыз деп қорқытса, онда НАТОның мәні жоғалады деп ашық айтты. Ал Дания премьер-министрі одан да қатқыл сөйледі. Егер ақш Гренландияға шабуыл жасаса, бұл НАТОның соңы болады дейді. Жалпы бұл мәселе ақштың Венесуэладағы әскери операциясынан кейін қайта көтеріліп отыр. Сол операциядан кейін Трампқа жақын тұлғалардың бірі әлеуметтік желіге Гренландия ақш туының түстерімен боялған карта салып, астына жақында деп жазды. Ал Ақ үйдегі мына ықпалды саясаткер Стивен Мюллер ақштың ресми позициясы Гренландия ақш құрамында болуы керек деп ашық мәлімдеме жасады. Бұл сөздер Еуропада ақш шынымен күш қолдануы мүмкін деген қорқынышты күшейтті. Қысқасы осылай, әлем саясатындағы маңызды өзекті жаңалықтар менің арнамда жазылып алыңыз.